Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, нәзік болып шығатын песочный печеньенің жасалу жолын көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Барлық ингредиенттердің құрамын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Алдымен бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет. Оны жақсылап езіп, үстіне қант ұнтағын, ванильді қантты, тұзды салып жақсылап бір келкі етіп араластырып аламын. Қопсытқышты ұнға қосамын. Енді сұйық майымызды осы сары майдың үстіне құйып, дайындап қойған жұмыртқамызды құйып, жақсылап осының бәрін бір келкі етіп араластырамын. Осы дайын болған сұйықтықтың үстіне енді ұнымызды салып, қамыр илейміз. Осылай қолмен жақсылап илеп, барлық ұнды қамырға сіңдіру керек. Міне, біздің қамырымыз осылай өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Қамырды бірден пергамент қағаз үстіне жайыңыздар. Себебі, ол қамырды бір жерден бір жерге ауыстыратын болсақ, ол үзіліп жыртылып кетеді. Енді осыны жақсылап жайып, жайылып дайын болған қамырды кез келген формамен кесе берсеңіздер болады. Менде осылай тік-төртбұрыш формасы, мен осылай кесіп шықтым. Шет-шетіндегі артық қамырларды жинап аламыз. Кесілген бөліктердің үстін бір жұмыртқаның сарысымен түгел жағып шығамын. Бұны өздеріңіз қалауыңызша жақпасаңыздар да болады. Дайын болған қамырымызды енді формаға салып, оның бетін қалауыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. Мен кішкене күнжіт сеуіп шықтым. Енді осы дайын болған қамырды 170 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің песочный печеньеларымыз дайын болды. Енді оның ыдысынан босатып, суытып аламыз. Міне, біздің өте нәзік, дәмді печеньеларымыз дайын болды. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.